Hi everyone. Бүгін біз сіздермен to be етістігін өтеміз. To be деген етістік, ол көмекші етістік. Бұл сөйлемде көмектесіп тұратын, демеп тұратын, сондай демеуші, көмекші етістіктер. Мысалы, қазақ тілінде немесе орыс тілінде біз етістіксіз сөйлем айта аламыз. Бірақ ағылшын тілінде біз етістіксіз сөйлем мүлде құрай алмаймыз. Сондықтан, егер бізде сөйлемде негізгі етістік жоқ болса, мысалы, to go, бару, to come, келу деген сияқты негізгі іс-әрекетке жауап беретін етістіктер болмаса, біз осындай жағдайда to be етістігін қолданамыз. To be етістіктері ол осы шақта am, is, are деген етістіктер. Олар өздерінің формаларын өткен шақта, келер шақта өзгертуі мүмкін. Біз қазір сіздермен тек осы шақтағы формаларын қарастырамыз. To be етістіктерін, яғни am, is, are етістіктерін біз әрқандай есімдіктерге қолданамыз. Мысалы, am деген to be'ді біз I деген есімдікке қолданамыз, яғни мен деген есімдікке I am болады. Сонда he, she, it есімдіктеріне, яғни all деген есімдіктерге, ол жігіт болсын, қыз болсын, зат болсын, біз оларға is деген to be'ді қолданады екенбіз. Сонда he is, she is, it is болады. Және сен, сендер, олар, біздер деген көпше түрдегі есімдіктерге біз are to be'ні қолданамыз. Сонда you are, we are, they are болады. Енді сөйлем құрап көрейік. Етістігі жоқ сөйлем. I am a teacher. Мен мұғаліммін. Осындай сөйлем толық сөйлем болады. Мен мұғаліммін дегенді біз I teacher деп to be'ні қоспай мүлде айта алмаймыз. Жаңағыдай айтқандай етістіксіз сөйлем ағылшын тілінде болмайды. Тағы да қайталап айтамын. Келесі жағдайларда біз көбінесе to be етістігін қолданады екенбіз. Бірінші жағдай ол өзіміздің атымызды айтқан кезде. Мысалы, my name is Michael. His name is John. Екінші жағдай ол өзіміздің жасымызды айтқан кезде. I am 14. She is 14. Мен 14-темін, немесе ол 14-те. Үшінші жағдай ол өзіміздің жұмысымызды айтқан кезде. Мысалы, I am an engineer. Мен инженермін. She is an engineer. Ол инженер. Немесе they are students. Олар студенттер. Төртінші жағдай ол біздің ұлтымызды айтқан кезде. I am Kazakh. She is Italian. They are Americans. Бесінші жағдай ол сілтеу есімдігімен бірге. Сілтеу есімдіктері бізде this, that деген сілтеу есімдіктер, яғни мынау, анау деген сілтеу есімдіктер. Солармен бірге біз әрқашан to be қолданады екенбіз. Мысалы, this is, that is, this is my bag. Мынау менің сөмкем. Кейінгі ең соңғы жағдай ол біз сын есімдермен бірге көбінесе to be қолданамыз. Мысалы, I'm fat. Мен толықпын. She is tall. Оның бойы ұзын. Болымсыз және сұраулы сөйлемдерді қалай жасаймыз? Болымсыз сөйлемді жасау үшін біз to be етістігінен кейін not қосымшаны қояды екенбіз. Мысалы, she is not an engineer. Ол инженер емес. Бұл болымсыз сөйлем жасайды. I am not a teacher. Мен мұғалім емеспін. She is not a student. Ол студент емес. Нотты біз әрқашан am, is, are, to be'ден кейін қоямыз. Және бұл бізге болымсыздық мағынасын береді. Енді сұраулы сөйлемдер жасау үшін біз to be'ді ең бірінші орынға ауыстырып жібереміз. Мысалы, біз she is an engineer дедік. Енді біз осы сөйлемнен сұраулы сөйлем жасаған кезде is she an engineer? Ол инженер ма? Деп осылай жасаймыз.